Ассаламу алейкум. Мына Монза 1.5-ке кондер құйдық. Кондерді висамен, майымен, как положено құйдық. Сосын радиаторға су шашып, сөйтіп өтірік охлаждать етіп тұрған жоқпыз. Қазір мына датчиктерді қарасақ, показания идеально көрсетіп тұр. Мынау да өзінің нормасында, мынау да екі ортада тұр. Жап жаңа машине. Қанша 7-3 градуске дейін түсіп тұр. В общем, бұл машиненің кондері дұрыс ұрмай қалған. Біресе қосылып, біресе қосылмай. Карситиден құйдырған ғой. Қазір мұны хозяин өзі айтсын. Карситиден құйдырған осыдан бір болған жоқ негізі. Білмеймін, кондер біресе ұрады, біресе ұрмайды, дұрыс болмай қалды. Қазір братаға келіп құйдырып жатыр, вакууммен, весамен бәрімен істеп берді, как положено, законда. Өздеріңіз көргендей, как положено 7-3 түсіп тұр. Сенде 16 градус еді, е? Жаңа көрсінде 16-19 еді. 19 еді. Қазір 7-3. Бізде екінші рет құйған кезде тағы да істемей қалса гарантиямен құямыз. В общем, келіп құйдыртсаңыздар болады. Үйтіп көрінген жерден 10 мың теңге арзан, 5 мың теңге деп құйдыра бермеңіздер. Қазір TikTok'та көбейіп кеткен, айтпесе 9 мың, 11 мың деп. Сосын фрионның да неше түрлісі болады. Жақсы болады, жаман фирма болады. Аты жөні жоқ фирма болады мысалға. Сосын мына кондерді өстіп фрионды тігінен құятын болсаңыздар, қора ауасын құйып жіберу мүмкін мысалға. 500 грамм орнына 200 грамм фрион, қалғаны ауа болады. Бұл фрион всегда бүйтіп төңкеріліп терісінен құйылады. Сол кезде фрионның бәрі давлениемен итеріп құяды. Тігінен құюға болмайды. Ол өтірік деген сөз. Уже 7 oldu buradan. 7? Ya уже 7 oldu. Енді кондер бар екен сезілді. Мына Монза, Элантра, осы машинелер кобальтшы қазіргі. Қытайдан шыққанда или салоннан шыққанда ма 200 граммнан сондайдан құйып жібереді ойдың 500-дің орныш. Өйткені бір ай, 20 күн, 2 ай сондайдан кейін клиенттер кондерлар дұрыс ұрмай қайтадан құйдырып атқандар көп. Сол үшін ол уже заводтан экономить етілген ғой. Менің номерім бәрі жазылған, есілші келіңіздер. Біз кішкене Алматыдан алысырақ, Тұзды Бастаудан тұрамыз. Мына жігіттер де қаладан келіп тұр. Өйткені қазір дұрыс қоятын адамдар да азайып кеткен.